Сәлем достар, бүгін нәр ағашы күйін үйренеміз. Жазира Дала музыкалық шығармашылық өнер одасының атынан біз сіздерге көптеген күйлерді ұсынып отырамыз. Біздің YouTube каналымызға тіркеліңіз, бізбен бірге болыңыздар. Ұнайтын күйлеріңізді комментарийға жазыңыздар, біз сіздерге салып отыруға тырысамыз. Және де біздің күйлеріміз, үйреткендеріміз ұнайтын болса, лайктеріңізді басуды ұмытпаңыздар. Ендеше нәр ағашы күйін үйренбестен бұрын қазір көңіл салып, мұқият тыңдап алыңыз бірінші. Ендеше күйімізді үйренуді бастаймыз. Мұнда төмен жоғары, сосын төмен жоға алма кезек қағыстарменен күйді үйренеміз. Осылай 3 рет ойнағаннан кейін, 4-ші ретінде 7-ші перне 5, 3-ке қарай өтіп кетеміз. Сосын 5-ші перне 2-ші саусақпен, 7-ші перне 4-ші саусақпен, сосын толығымен ашамыз. Ашқан кезде 5-ші перненің тұсына бармақпенен келіп аламыз. Сосын қайтадан осы бөлімді қайтадан қайталап шығамыз. Сөйлемнің 2-ші бөлімін ойнаймыз енді. Тағы да қайталаймыз. Бұл қайталау белгісі музыка тілінде реприза деп аталады. Реприза. Сосын 12-ші пернеге келеміз, үстіңгі шектен бармақты 10-ші пернеден ұстаймыз. Тағы да қайталаймыз. Және одан кейін 10-ші пернеге барамыздар. Төмен жоғары. 8-ші пернеге барамыз. 10-ші перне, сосын 12, сосын 8-ші пернеге барып, 7-ші перне. Одан кейін 6-ші пернеге барамыз. Осыны қайталап болғаннан кейін, қайтадан 10-ші пернеге барамыз. Осыны ойнап болғаннан кейін, 1-ші бөлімді қайтадан қайталаймыз. Күйді аяқтаймыз. Оң жақтағы 3 нүктені басып, жылдамдығын азайтып, осы күйді аз темпте тыңдап үйренсеңіз болады.
Біздің келесі видеоларымызды күтіңіз. Көріскенше сау саламатта болыңыз. Сізге сәттілік тілейміз.